Бүгін Түркістанда бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні аталып өтті. Кәсіби мерекеге орай Конгресс-холл кешенінде ұйымдастырылған іс-шараға облыс әкімі Дархан Сатыбалдиев қатысып құттықтады. Салтанатты шараға өңірдегі бақ саласының ардагерлері, мамандары, басқармалар мен аудан және қала әкімдіктерінің баспасөз хатшылары, сондай-ақ әлеуметтік желі белсенділері шақырылды. Әріптестермен суретке түсіп отырсам да бір құлағымды жүргізушілерге салып отырдым. Өткізіп жібермейін деп ертеңін бәрі ортадан шақырып жүрмесін деп. Құрметті журналистер, қадірменді бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, ардагерлер, осы саланың баршаңызды мынау бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құтты болсын, аман болыңыздар. Мынау өздеріңіз білесіздер, бұдан бірнеше жыл бұрын мен Шымкент қаласына келген кезде осындай мерекені біз бейресми ретінде кездесіп өткізетін болатынбыз. Ол кезде маусымның соңғы жексенбі күні болатын. Міне 2019 жылы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасына сәйкес арнайы қаулы шығып, 27 маусым осы журналистика күні болып белгіленді. Сол себептен және бір рет құтты бола берсін. Өздеріңізбен көріп осындай кездесіп отырғанға қуаныштымыз. Жалпы Мыржақ Дулатұлы ағамыз айтқандай, қай жұрттың баспасөзі мықты болса, сол елдің өзі де мықты деп айтқан болатын. Мынау қазіргі таңда қарасаңыздар, мынау ТМД елінде, жалпы Орта Азия елдерінде біздің журналистика ең алдыңғы қатарда деп айтуға болады. Қазіргі таңда көптеген қордаланып қалған, көптеген шешім таппай қалған мәселелердің барлығы осы сіздер ортаға шығарып, қоғам пікірін алып, соны билікке жеткізіп, соның бәрін орындауға қол жеткізіп отырсыздар. Сол себептен де мынау журналист болу бірінші кезекте ол билікке қызмет ету емес, ол өзіне қызмет ету емес, бірінші кезекте ол қоғамға қызмет ету. Ақпараттық сала жалпы мынау қоғамның пікірін қалыптастырады. Сол себептен де бұл біздің елімізде қай бір ел болмасын, барлық салалардан сондай маңызды бір саласын біреуі. Қазіргі таңда біздің Түркістан облысында 180-ден астам бұқаралық ақпарат құралдары бар екен. Оның әрқайсының өзінің оқырмандары бар, тыңдармандары бар, көрермендері бар. Әрқайсысы тек қана мынау біздің облыстың дамуына ғана емес, жалпы біздің еліміздің руханияты және де қоғамдық саяси ахуалды халқымызға жеткізіп отырған сондай керек маңызды саланың біреуіне айналып келіп отырсыздар. Сол себептен де өздеріңізге және бір ерекше алғысымызды білдіреміз. Себебі біздің президентіміздің Қасым-Жомарт Кемелұлының реформаларын, сол кісінің беріп отырған тапсырмаларын, ол жерде біздің жергілікті билік және де басқа атқарушы органдар қалай атқарып отырған оның бәрін көрсетіп, жеткізіп, сондай бір алтын көпір болып отырғандарыңызға алғысымызды және бір білдіреміз. Сіздерге еңбектеріңізге толағай табыс, шығармашылық шабыт, отбасыларыңызға бақ-береке тілеймін деген облыс басшысы бірқатар сала қызметкерлерін марапаттады. Замана баспасөз редакторлар кеңесінің төрағасы, Замана серіктестігінің директоры Иса Тасқұлов құрмет орденімен марапатталса, Түркістан медиа холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Жанахмет Ағыбаев ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды. Сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан облыстық қоғамдық саяси газетінің бөлім меңгерушісі Дәулетұлына, Южный Казахстан облыстық қоғамдық саяси газетінде Ирина Притулаға, Жанубий Қозоқистан облыстық қоғамдық саяси газетінің тілшісі Мұхтабар Османоваға, Рейтинг газетінің бас редакторы Бақытжан Дәуітовке, Айғақ телеарнасының аға телеоператоры Ақжол Рахманқұловқа, облыс әкімінің баспасөз қызметі маманы Ғабит Сапарбековке, Түркістан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің жетекшісі Төребек Байтасовқа, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің ақпарат саласының үздігі төсбелгісі табысталды. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі құрмет грамотасы, Түркістан облысының әкімінің құрмет грамотасы берілді.
Қазақстан журналистер одағының шешімімен Әбдез Рахманұлы Қазақстанның құрметті журналисті төсбелгісімен марапатталды. Оны Қазақстан Республикасының журналистер одағы филиалының міндетін уақытша атқарушы Мәлік Дәуітов пен профессор ардагер журналист Сейдулла Садықов табыстады. Мерекелік шара барысында Конгресс-холл кешенінде шығармашыл жастардан құралған жаңа леп өнер ұжымы Райымбек Сейтметов атындағы Түркістан қаласы сазды драма театрының ішінен құрылған Тарлан Вия Сарыағаш мәдениет үйі Еркетай би тобы өнер көрсетті.